Hey достар, осы видео басталмай тұрып, менің каналыма тіркеліп кетіңдер. Менің каналымда әртүрлі видеолар шығып тұрады. Мысалға, қорқынышты анимация және де жай. Осы менің каналым ұнаса, онда қазір описанияға кіріп, ссылкаға басыңдар, содан кейін менің каналыма тіркеліңдер. Сәлем, менің атым Эд. Және мен өз өмірім туралы бүгінгі видеода айтатын боламын. Менің жасым 19-да. Менің отбасым 3 кісіден тұрады. Бірақ бізбен бірге тұратын әкемнің әйелі менің анам емес. Менің анам мен кішкентай болған кезде әкеммен көп ұрсысып шаршап үйден кетіп қалған болатын. Мен кәдімгі балалар сияқты емеспін. Және кішкентай кезімде өз әкеммен мақтанатынмын. Менің әкем президент деп бәрі балаларға айтатын едім. Бірақ маған көбінесе сене бермейтін, себебі бұған расында да сену қиын, немесе жай ғана күшті ғой деп айтатын, бірақ та олардың арақатынасы маған өзгермейтін. Және мен өсе келе, мен бұрындағы мектеп достарыммен араласуды қоя бастадым. Және оларға қарағанда мен басқаша ойлайтынмын. Себебі маған ол кезде қыздар ұнай бастаған еді, ал олар жай ғана ойын, дота деген сияқты нәрселермен жүретін. Мен көп қыздармен бірге болатынмын, бірақ олардың ешқайсысына өзімнің отбасым жайлы айтпайтынмын. Жылдар өтіп жатты, және мен өз махаббатымды әлі кездестірмедім. Бірақ бір күні мен бір қызды кездестірдім. Біз сөйлескен соң, ол қыздың жүрегі де өз сияқты кең, жақсы қыз екенін ұқтым. Күннен күнге мен оны сүйіп қалғанымды ұға бастадым. Бұны достарыма айтқан едім, бірақ достарым, ол ондай жақсы қыз емес, ол туралы көптеген өсектер бар деп мені қолдамады. Бірақ мен оны жақсы көргенім сонша, олардың сөздерін құлағыма дәлмедім. Уақыт өте берді, және мен қызық жағдайларды байқай бастадым. Ол менен керек боп тұр деп ақша сұрауды бастады, және кішкентай ақша емес, үлкен ақшалар. Және ол менің отбасыммен таныс еді, және әкемнің кім екенін де білетін. Мен ол туралы жаман ойлағым келмесе де, ол мені енді жақсы көрмейтінін, тек қолданып жүргенін сездім. Біздің ара қатынасымыз көп созылмады, және менің достарымның айтқандары дұрыс болып шықты. Осы жағдайдан кейін мен өз әке-шешемнің кім екенін ойлағым да келмейді, және соқтан маған деген қыздардың ара қатынасы басқаша екендігіне өкінемін. Маған адамдар басқаша араласса деп ойлаймын. Достар, егер сіздерге бұл видео ұнаса, арнаға жазылып лайк басуды ұмытпаңыздар. Көргендеріңізге назарларыңызға көп рахмет.